Сәлеметсіздер ме? Назарларыңызға бүгінгі ас мәзірімді ұсынамын. Таңғы аста менде сұлы ботқасы, оның үстіне асқабақ дәндерін қостым. Кептірілген ақ нан, сары май, микроволновкада піскен асқабақ, оның үстіне зығыр тұқымдарын, яғни семеналына қостым. Және түймедақ шайы. Түскі аста тауық еті, тұз, күріш және кішкене тұз қосылған тефтели, қара құмық және туралған сәбіз, ашытылған орам жапырақ, кептірілген ақ нан және сары май. Бесін асында сұлы ботқасы мен асқабақ және компоттан қалған алма. Кешкі аста майсыз сиыр еті, күріш, картоп және сәбіз қосылған сорпа, піскен қызылша және Мария печеньесі. Жатар алдында айранға тұнған қара құмық жеймін. Таңғы асындағы сұлы ботқасы суға ғана пісірілген, және оған кішкене тұз салдым. Асқабақ дәнін септім. Ақ нанды тостерді кептірдім. Тостер болмаса, сковородкаға майсыз екі жағынан кептіруге болады. Сары май кішкене ғана 10-20 граммдай жеймін. Ал түскі астағы тефтеліді мантаваркаға не сковородкаға салқын су құйып, үстінен сәбіз салып, 30 минут орташа отта пісіруге болады. Ашытылған орам жапырақты дүкеннен сатып алдым. Құрамында қант, ащы бұрыш жоқ. Бесін асында таңғы астан қалған сұлы ботқасын, оны микроволновкада асқабақты ішіне езіп, 7 минуттай пісіремін асқабақты микроволновкада, және осы сұлы ботқасына езіп ішіне саламын. Одан соң компоттан қалған алманы жеуге болады. Кешкі аста майлы емес сорпа, одан соң піскен қызылша жедім. Піскен көкөністерді міндетті түрде бірінші не екінші астан кейін жеу керек. Яғни сорпа немесе кашадан кейін. Жатар алдында 2 сағат бұрын айранға тұнған қара құмық ішемін. Бұл қара құмықты, яғни гречканы айранға түнде жуып салып қою керек. Ол келесі күнге дейін тоңазытқышта тұрады, холодильникте. Бүгінгі күнге ас мәзірі осы. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Алда сіздерге қызық болатын видеолар бар.